Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай тәтті торт Наполеонды пісіремін. Егер де рецепті қажет болса, YouTube арнамнан сақтап алыңыздар. Тортқа қажетті заттардың барлығын описание бөлімінде жазып кетемін. Қарап алыңыздар. Ең алдымен сары майы мен ұнды біріктіреміз. Видеодан мұқият қарап алыңыздар. Пайда болған қамырды алып қойып, келесі процесімізге көшеміз. Ол үшін салқын суға салқын жұмыртқаны, салқын сметананы және де 9% уксусты салып, жақсылап сұйықтығымызды араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызды қалған ұнға құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне достар, қараңыздар, біздерде кішкене қолға жабысатын қамыр пайда болды. Енді столымыздың үстіне ұнымызды төсеп, жақсылап қамырымызды жаямыз. Басында араластырып қойған массамызды осы қамырымыздың ішіне салып, қамырымызды жақсылап ораймыз. Яғни біздер мына жерде слоеное тесто дайындап жатырмыз. Наполеонның коржықтары слоеное тестодан тұрады достар. Ал енді осы қамырымызды целлофанға орап, холодильникке 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат уақыт өткенше Наполеонның кремін дайындап аламыз. Ол үшін су, қант, какао, ұн, 2 жұмыртқаның сарысы және де май керек болады бізге. Достар, судың орнына мына жерде сүт те пайдалануға болады. Ал енді кремнің жасалу жолын сіздерге көрсетіп жіберейін. Ол үшін суымыздың үстіне какаомызды, ұнымызды және де қантымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Яғни түйіршіктері ештеңе болмау керек. Пайда болған массамызды достар баяу отқа үнемі араластыру арқылы кремін қайнатып жасап аламыз. Достар, мен баяу отқа қойып, газға жақсылап үнемі үзіліссіз араластыру арқылы кремімді бастадым. Бұл уақыт өте келе, қазір крем қайнай бастаған кезде қоюланады. Видеода байқап тұрған боларсыздар. Үнемі араластыру арқылы қоюланып келе жатыр менің кремім. Бірақ бір айтып кететін жайт, үнемі араластыру керек. Араластырмай қалсаңыз, креміңіз жабысып қалады түбіне. Міне достар, менің кремім осындай болып қайнады, яғни пісті. Енді отымнан алып тастаймын да жақсылап кішкене араластырып аламын. Яғни ешқандай түйіршіктер болмау керек кремде. Енді бұл кремнің бетіне целлофан пакет жауып, суытуға қоямыз. Яғни коржықтарымыз пісіп болғанша креміміз де бөлме температурасындағыдай суып тұру керек. Енді 1 сағат холодильникте тұрған қамырымды алып, жаям оқтаумен, кері бүктеймін. Бүктелген қамырымызды тағы да оқтаумен жақсылап илеп аламыз да.
екінші қайтара бүктейміз. Екінші рет бүктелген қамырымызды ұн сеуіп, тағы да илеп алып, осындай слоеное тесто дайындаймыз. Яғни қатпарлы қамыр. Алдында айтып өткендей, Наполеонның коржықтары қатпарлы қамырдан тұрады. Енді үшінші рет жайылған қамырымызды осылай бүктейміз де холодильникке тағы да 20 минутқа салып қоямыз. Міндетті түрде пищевой пленкамен немесе целлофан пакетке салып қойыңыздар холодильникке жіберердің алдында. Достар, 20 минут өтті, мен қамырымды алдым холодильниктен. Енді осы қамырымды 8 бөлшекке бөліп, Наполеонның коржықтарын жасаймын. Пергамент қағазын үстіне кішкене ұн төсеп жіберіп, қамырымызды илеп аламыз. Достар, менде осындай кольцо бар, оның жанында сандар жазылған, яғни осы шеңберіміздің диаметрлері жазылған. Мен 22 сантиметрге қойып, осы қамырымды кесіп шықтым жан-жағын барлығын. Және де осы күйінде пеште, қызып тұрған пеште 200 градуста 5-6 минут пісіріп аламын. Міне достар, менің барлық коржықтарым пісіп шықты. 8 коржық және де қалдық қамырларда пісіп шықты. Әдеттегіде қалдық қамырларды мен тортымды әсемдеуге қолданамын. Ал енді Наполеонның кремін дайындап аламыз, достар. Ол үшін 140 грамм бөлме температурасындағы майды кішкене миксерлеп, көлемін көбейтеміз. Миксерлеп болған соң, үстіне бір осындай ванилинді салып, миксерлеу арқылы мына шоколадный кремімізді майымыздың үстіне бір-бір қасықтан салып отырамыз. Және де миксерлеп отырамыз. Бұл кремнің дәмі шоколадный пломбир сияқты болады, достар. Сондықтан да Наполеон тортын пісірсеңіз, тап осы заварной креммен жасаңыз, шоколадный заварной креммен. Өте-өте сондай нежный, ауызда еритін керемет крем. Осы тортқа өте үйлеседі крем. Достар, менің кремім дайын болды. Енді торттың сборкасына кірісеміз. Ол үшін ең алдымен 8 коржығымызға шоколадный кремімізді 2 қасықтан салып шығамыз. Ал енді процесті видеодағыдай жасайсыздар. Әрбір коржықтың бетіне кремді жайып, бірін үстіне бірін коржықтарын қойып шығасыздар.
Қалған кремді бетіне жанына текстетіп жағып шығамын. Коржықтың қиындыларын оқтаудың көмегімен ұсақтап, торттың жанына бетіне сеуіп шығамын. Міне достар, менің тортым дайын болды. Өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, маған реакция қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де маған тіркеліп кетсеңіздер, өте жақсы болар еді. Өйткені алдыда неше түрлі жақсы рецепттермен сізбен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.